Көріп кел бірінші бөлім. Достар, менің каналыма тіркеліп қойыңыздаршы. Мен алдағы уақытта көптеген қызықты аудио әңгімелер шығаратын боламын. Үйдің тұңғышы Маржан өмірге келгенде екеу болып келді. Үй іші сүйіншілетіп, әкесі егіз қыздарым болады деп қатты қуанған еді. Алайда Құдай бір періштесін уызында іше алмай, ана дүниеге ала кетті. Туыстарының қуаныштары су сепкендей басылып, қайғырған ананы жұбатуға ешкімнің де әлі келер емес. Маржанға қараған сайын сыңарын еске алатын анасы іштей күйзелсе де Аллаға шүкіршілігін айтатын. Көп ұзамай Маржан да дене қызуы көтеріліп, әлсірей бастады. Ана жүрегі шыдамай, Құдай, алсаң мені ала көр, бейкүнә сәбиіме өмір сыйла деп жалбарынатын. Күндіз түні Аллаға жалбарынумен өткен анасының күйін айтпаса да түсінікті еді. Сыңарынан айырылған Маржан күннен күнге әлсірей бастады. Дәрігерлердің адам болу екталай деген сөздері анасының жүрегіне қанжар қадағанмен тең еді. Арада 3 ай өтіп, сәбидің жағдайы жақсара бастады. Маржанды ешкімге көрсетпей, тіл көзден қатты қорқатын анасы күнде аластап отыратын. Уақыт өте Маржанның әрбір қылығы тәп-тәтті сүйкімді қылығымен баурайтын. Үйге келген қонақтардың көзі түссе, ауырып қалады. Анасы көбіне бөлмеден шығара бермейтін. Содан ба өсе келе тұйық мінезді болды. Балалармен ойнаса тез ауырып қалатын. Анасы ұрсып, үйден шықпауын ескертетін еді. Жалғыз өзі бір бөлмеде жатып, кітап оқитынды шығарды. Кейде теледидардан күйлерді естісе, жаны жадырап, неткен ғажап әуен деп таңырқай бергісі келеді. Жылдар жылжып өте берді. Бұл кезде Маржан 3-ші сыныпқа аяқ басып, оқу озаты болды. Кітап десе ішкен асын жерге қоятын еді. Әкесінің домбыра тартқанын естісе, қасына жетіп келіп үнсіз тыңдай кететін. Домбыраның әрбір үні жүрегін еріксіз сезім билейтін. Бір күні домбыраны алып, бөлмесіне кіріп, жарығын да жақпай шерте кетті. Мұңлы күй ойнап жатты. Өзі де түсінбейді, бірақ көзге жас келетіндей. Ата-анасы қызының осыншалықты ғажап күй шертетініне таң қалды. Маржан өзінің жалғыздығын күй арқылы жеткізіп, бір жеңілдеп қалатын еді. Арада 1 ай өткенде анасының жүрегі айнып, мазасы болмай, ұшынған болуым керек деген оймен жүре берді. Бір апта басылмағасын жүрек айнуынан қорыққан анасы емханаға тексерілгенде жүкті екенін біліп, Аллаға шексіз алғыс айтумен үйге қалай жеткенін де білмей қалды. Айы күні жеткен анасы шекесі торсықтай ұлды дүниеге әкелді. Бірақ бала рахитпен туылды. Іштей қайғырған ана Алладан амандығын тілеумен болды. 3 жыл жүріп ем іздеген анаға Құдай білікті маманды жолықтырып, ұлы бірте-бірте жүре бастады. Одан кейінгі жылдары анасы тағы да қыз баланы дүниеге әкеліп, үй іші қуанышқа бөленіп, Маржанның өміріне сән кіре бастады. Бұрынғыдай емес, Маржан да жадырайтын болған. Інісі мен сіңлісіне уақытын жұмсайтын. Кейде оларға домбыра да шертіп беріп, жылатпай бағатын болды. Мектепте оқу озаты болса да, сыныптастарымен көп араласа алмайтын еді. Араласқысы келеді, бірақ көпшілік ортадан тез шаршайтыны әрі шудан басы ауыратын болған. Жалғасы бар.